Ассаламу алейкум, урметлі сәржелер. Бу UATV студияда Украина хаберлері. Бүгін августның 17-сі жұмақшымы күні. Украина президенті Шимали Кореяға Украин ракета көчіріде яда мутинасип технологияларының олуджы кетірілмесі қында малюматны тақиқ етмеге эмир етті. Нәтижелер аққындай сабатыны Петро Порошенко уч күннің içinde беклей. Devlet başı айтқаны кебі қабатлав не қадар сачма сапан көрінсе біле, оны диққат еле тешкермеге керек. Бұның еле Украина ракета космик технологияларының тарқатылмасы ве Мудафа асасында ишенчлы бір шерик репутациясының қиметіні білгеніні қайт етті. Хатарлатам, The New York Times нешірі ракета меселелері бойынша мутихасыз Майкл Элеманға әсасланып КНДР тарафындан Южмаш Украин заводының ракета технологияларының хырсызланмасы мүмкін олғананы язған еді. Қайд етмелі Москва президент Петро Порошенко мұқалему әліфлеріні Украинаға келіп, бош ерде шекленілген Украин шереклерінен күрішмеге давет етті. Евел бір сыра Украин мемуры ве Южмаш заводының ребереті ракета технологияларының КНДРге берілмесі мүмкін олғананы ред еткен еді. Муэлифның озы есе біраздан идея дегілді. Ялныз тахмин еткенini язып чықты. Меджлис рейсінің мовины Эльми Умеровның іші бойынша махкеме топлашуының нәтижелері. Бүгін махкеме шат Эмине Авамилеваны дінледі. Умеровның чықышында жинайы месулеті олған фикерлерінің ешітмегені аққында айтты. Махкеме имайының шафаты елі иш малюматларына ФСБ экспертінің хатимесіне лицензияны қошты. Қырымдатар тілінде лав етмеге істеген имайы шатларының сорғысының августның 30-на кечірділер. Махкеме топлашывда тәржіманларының болуынуыны тәмин етіп оламады. Хатырлатам, Эльми Умеровны Русия Федерациясының топрақ бүтінлігінің бозылуына санкедерсін алем ашкеречі ғырулары үшін экстремизмді қабатлайлар. Эксперт Ивановның тізген талилиишке оймаған делилдар. Бозылувлары бар. Ичінде олған нәтижелер Умеровның кенді ақларыны боза. Кануниет қарарларыны қабатлайжы тарафның менфаатына чевыре. Ве НСС экспертизаны Умеровның сөзлеріне дегілді. Тіржиман Салейдиновның айтқанына әттілер. Бүгінгі күніміз ғайет семерелі еді. Русия Тілшінаслар гильдиясы ве экспертлер рецензиясының иш малюматларына қошылмасы. Бұ енді бір ал әтежесі адымдар. Бұ махкеме кетешатында. Украина шарқының ишғал етілген территорияларының дорте бір сәкені ашайт мақсулатына мұқтач. Донецк вилаятында вазиет зияды кергандары бұ гуманитары меселелерінің алетуы бойынша. БМТ дәресі тарафындан ашайт хавсызлығы севесінде кеселген қиметтір. Олған малюматқа бинайен Донецк ве Луганск вилаятларының 800 бин сәкені мал қытлығыны яшай. Бұның еле олардан 170 бины әрзаққа зияды мұқтачдыр. БМТ білдіргені кебі Украина тарафындан идаре етілген территорияларда вазиет керген. Бір сене ішінде ашайт малының қытлығыны есеткен инсанларының сайысы 7%-дан 15%-ға қадар артты. Украина ве Израиль арасында сербесті жерет зонасы ақында анлашма метні өзерінде ешсене сонына қадар бітежек. Бұ Израиль әтрафтаки мұйтның қорывы бойынша назиры Зеев Элькенің тахминлерідір. Анлашманы имзаласалар, оның хызметлер сасына тарқатылмасы ақында музыкерелер башланacak. Бұндан да ғайры Украина Израильге боғдайның ихраджына имтия сұраған еді. Израиль тарафы өзнев бетінде бұна азыр еді. Ама шайт ве ихрач хавсызлығына кефалет алмаға істейді. Мемлекетлер арасында сербесті жерет аққында анлашма бойынша музыкерелерінің 7-ші раунды Израильде кечірілежек. Украина тышышлер назерлігі Русияге Қырымда Украин Геннадий Лемешканың тұтылмасы үшін наразылық нотасыны йоллады. Украина тышышлер назерлігі тұтылуы себеплеріні ве Украин ватандашының қабатны таздықламаға талап еті. Адамға ұқуқи ярдым яды имае берілмеді. Йоқма шымдылық белгісізdir, деп қайдеті назерліктің спикері Марьяна Беца. Қайдеткені кебі ишғал етілген Қырымда Қырымдатарлар ве Украинлілерінің айырымы, түнтувлері ве
эссир алынмасы девам ете. Хатырлатам, августның 15-інде Русия федераль хавсызлық хызметі Қырымда Украина хавсызлық хызметінің агенті Лемешканың тарафындан азырланылған диверсияларының угуны алғанлары ве оны яқаланғанлары ақында білдірген еді. Ишғалжилерге бойсунған махкеме шахасыны 2 айға апеске алмаға қарар берді. Қырымда Русия махсус хызметлері тарафындан тутуп алынған Геннадий Лемешка Харьковның Первомайск район арби комиссарлығында қайдолынған еді. Ама хызметке ярамағанларыны сырасына қошылған еді. Бұны ЮАТВ-ге Харьков арби комиссарлығының арби комиссары Юрий Колгушкин білдірді. Айтқаны кебі, Лемешка бір қачкере мұқавеле хызметіне кечмеге тұрышты. Ама астма хастылығы олғаны себебінден тіби комиссияны кечіп оламады. Нетижеде нейсе ордуға тұшты, ама келешмегені үшін хызметтен бошатылды. В 2016 году 2016 сенесі арби күчлерілі мұқавеліні имзалаған. Веновгород-Волынский бірлешкен шейір арби комиссарлығы тарафындан чықырылған еді. Анда комиссияны сонына қадар кечті. Тахменен 6 ай девамында хызметте болунды. Ве 2017 сенесі майыз бешінде. Мұқавеле шартларыны еріне кетірмегені себебінден. Хызметтен бошатылды. Бұндан sonra тақдиры білгесіздір. Мұстаққилік күніне бағышланған арби парад вақтында 10 четел бөлігі сырайлы кечежек. Бұны Украина мұдафа назиры Степан Полторак білдіре. Бұның елетет бірлерде 11 мемлекетінің мұдафа назиры иштирак етежек қайд етмек кереке. Августның 24-інде пайтақтының эсас соқағындан 4,5 бин арби хызметчі кечежек. Олардан бинден зиедесі ато иштиракчысыдыр. Бұның еле майданға арби техниканың 70 данесі кечірілежек. Олардан 20 Украин заводларында япылған яны нұсқадыр. Сағлам ақылы. Атонын 10 Украин ветераны Америка Қошма Штатларының әр-елігден спиеделері марафонына азырлық көре. Жебеде ақыр ярланған арбейлердір. Чоқысы әл аяғыны жойды. Бүгін Киев бақчаларының бірінде команда азаларының умуми идманы кечті. Чешет мемлекетлерден женг ветеранларының 42-нже чаповы октябрінің сонында Вашингтонда кечірілежек. Арбейлерні 10 42 километрлік месафелер беклей. Украинлер енді 2-нже кере чапу фиштракчылері ола. Марафонның әсас мақсады женгтен сон беден ве рух реабилитациясыдыр. Енгіл атлетиканың язмевсымы семерелі олды. Яш енгіл атлетлер yüksek нәтижелерінен қувандырды. 23 ешіна қадар Авропа чемпионатында 10 медаль әлді етілді. Лондонда сонына еткен дүния чемпионаты украинлер үшін біраз муафақиетсіз олды. Тек бір медаль күмішні yüksеклекке секіру бойынша Юлия Левченко қазанды. 50 километрлік юрішінде Игорь Главанға подиумға бір қач сәние етмеді. Тақымның әсас үміті Рионың тунч ғалибы Богдан Бондаренко аяқы ярасы себебінден ярышны 9-нчы ерде бітірді. Енгіл атлетика федерацияларының халқара бірлігі президентінің бірінші ярдымжысы Сергей Бубка украинлілерінің дүния біріншілігіндегі чықышны изатлады. Где у нас могли быть медали? Это Медалерны кетіре білген. Бу Гальба Бондаренко. Авсуский ярасы бар еді. Чықышта болунды. Амма менімже біраз мұвақиет етішмеді. Умумен оның чықышыны бегендім. Секірувлері пек яқшы еді. Шунын үшін шу ерде біз керчектенде медалімізні жойдық. 50 километрлік әркек юрышы аққында айтажап қолсақ. 4-нчы едік. Анда санайлер әршейні алетті. Анда да өзімізні ақиқаттен көстере біле едік. Ама бұл спорт. Шунын үшін те сувки олмады. Ама ярамай чықыш еді. Демейім. Чүнки дүния чемпионатында зайфлар олмай. Бұл сене енгіл атлетикінің севиесі yüksek олғаныны тұшынем. Эминам, келечек дүния чемпионатында нәтижелеріміз да ей олыр. Вышиванкаларының 9-нчы фестивалі арфесінде Одесса мерkezінде адет узрем милли киімні Одесса шер башлығы Дюкде Ришельяның бедесіне кезділер. Тешкелетчілерінің айтқанына көре урбасына басманын 5 метр кетті. Орнегіні есе ватанпервер урбасыны тіккен Львив фабрикасы ішлеп чықарды. Айны шу вышиванкада Дюкде Ришелье бедесі 5 күн августның 23-28 арасында кечежек Одесса фестивалінің
ачаджақтыр. А цього року ми вирішили піти ще Бусине бирас огиадым атмага карар еттік ведюк үшін Одесса вышиванкасының яны орнеганы уйдырдық. Онда ленгер штурвал халқымызның тимсалері парлақ түслерінің олғаныны көре білесіңіз Денис услюбінде. міста символи Одеси. Сығылы серджилер будықықада біз сізлерінен сығылықлашамыз да датчу хаберлерні. Сізлер Укринформ сайтында оқой білесіңіз UATV или олыңыз. Сығылықнен қалыңыз, көрішкенде.